Риддерде 1 қазанда тұмауға қарсы вакцинация басталады. Вакцинация тұмау мен науқастану деңгейін айтарлықтай төмендетіп, аурудың клиникалық ағымын жұмсартады. Егер адам тұмау немесе өткір респираторлық вирустық инфекциялы аурумен ауырса, ол ауру жеңіл түрінде асқынусыз өтеді. Ал сауығу процесі тезірек болады дейді дәрігерлер. Вот и закончился летний сезон, наступает холодный. Ыстық жаз мерзімі аяқталып, орнына салқын, суық күз де келіп жетті. Онымен қоса, адамның денсаулығына және еліміздің өндірісіне зиянын келтіретін жұқпалы аурулар арасында көшбасшы болып келетін тұмау және өткір респираторлық вирустық инфекцияларда басталды. Осы аурудың ең тиімді профилактикалық шарасы вакцинация болып саналады. Жалпы тұмаудың вирусы өте өзгермелі. Сол себепті дәрі-дәрмектердің антигендік вакциналық құрамы жылда өзгеріп отырады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысымен. Алдағы эпидемиологиялық мерзімде қандай вирус типі болатыны талданады, соған сай вакциналық дәрі-дәрмектердің құрамы өңделеді. Вакцинация Риддерде күллі Қазақстандағыдай жыл сайын жасалады. Биылғы мерзімде ол қазан айында басталады. Бірінші кезекте вакцинация тәуекел топтар үшін республикалық бюджет есебінен қарастырылады. Это медицинские работники. Бұл тәуекел тобына жататындар медицина қызметкерлері, 6 айдан асқан жиі ауыратын балалар, интернаттардың, яғни жабық ұжымдардың балалары, медико-әлеуметтік мекемелердің контингенті, жүрек тамыр жүйесі, тыныс алу органдары мен диспансерлік есепте тұрғандар, диспансерлік есепте тұрған балалар, сонымен қоса 2-3 триместрдегі жүкті әйелдердің екпе алуы да бюджет есебінен қарастырылған. Және эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша вакцинация қарастырылған. Ұстаздарға, оқушыларға мұндай екпе тегін қарастырылады. Тұмауға қарсы вакцина қаланың емдеу мекемелеріне 5200 доза санында әкелінді. Вакцина салдыруға тұрғындар өздері тіркелген емханаларға жүгіне алады. Ал өндірістік кәсіпорын қызметкерлері денсаулық пунктілеріне және амбулаториялық орталыққа. Будет использована вакцина российского производства. Қолданылатын вакцина ресейлік өндірістен шыққан гриппол вакцинасы. Ол неше мәрте қолданылған және бүкіл тиісті сертификаттары да, құжаттары да бар. Сондықтан екпе алуға жүгінуге болады. Вакцинация шынара мемлекет пен жұмыс берушілердің бюджетінен өтетін болады. Қалған тұрғындар өз қаржылары есебінен вакцина салдыра алады. Риддердің барлық медициналық ұйымдары эпидемиологиялық мерзімнің басталуына дайын, сонымен қоса тұмауға қарсы вакцинацияның жасауға да. В соответствии с постановлением главного. Бас санитарлық дәрігердің 2023 жылдың эпидемиологиялық мерзімінде тұмау және өткір респираторлық вирустық инфекцияларға қарсы санитарлық профилактикалық және санитарлық эпидемияға қарсы шараларын өткізу туралы қаулысымен медициналық мекемелердің эпидемиологиялық мерзімге дайындығы, олардың науқастарды қабылдауға деген дайындығы, фильтр кабинеттерінің дайындығы, яғни дәрі-дәрмектері, жуатын заттары, дезинфекциялық заттары бағаланып қарастырылған. Сонымен қоса, емдеу мекемелері тоңазытқыш құрылғыларының дайындығын тексеру керек. Вакцинация басталады, ол да өте маңызды. Екпе кабинеттерінің дайындығын, персоналдарының дайындығында қайта тексеріп шығулары керек. Риддерлік қалалық аурухананың медициналық қызметкерлеріне біз осы ауруларға қатысты тактикаларды нақтылайтын, аурулардан зертханалық сынама алып іріктеуге қатысты оқыту семинарларын өткіздік. Яғни, осы аурулармен байланысты барлық сауалдар өңделіп жатыр. Біз осы бағытта белсене жұмыс жасап жатырмыз. Ең алдымен тұрақты эпидемиологиялық ахуалды сақтау үшін, тұмау мен өткір респираторлық вирустық инфекциялардың өршуіне жол бермеу үшін, және ең бастысы вакцинацияға назар аударту үшін. Тұрғындардың вакцинациясы жөніндегі кампания 1 қазанда тұмау және өткір респираторлық вирустық инфекциялар эпидемиологиялық мерзімінен бұрын басталады. Иммунитет қалыптасып үлгеру үшін.